Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасындағы психологизм кейіпкердің ішкі жан дүниесін терең бейнелеу арқылы көрінеді. Поэманың басты кейіпкері Ақан сері. Оның құлагерге деген сүйіспеншілігі жай ғана атқа деген қызығушылық емес, ол рухани серігіне, өмірінің бір бөлшегіне деген махаббат. Ақанның ішкі күйзелісі әсіресе құлагер қаза тапқан сәтте анық байқалады. Ақанның жан айқайын, күйзелісін, әділетсіздікке деген наразылығын психологиялық тұрғыда өте әсерлі жеткізеді. Бұл жерде кейіпкердің сыртқы әрекетінен гөрі оның ішкі сезімі, қайғысы, жалғыздығы басым суреттеледі. Поэмада психологизм табиғат көріністері арқылы да беріледі. Мысалы, құлагердің өліммен бірге айналада мұңға батқандай әсер қалдырады. Бұл кейіпкердің ішкі күйінің сыртқы әлеммен байланысты берілуі. Қорытындылай келе, құлагер поэмасында психологизм Ақан серінің қайғысы, күйзелісі арқылы ашылып, оқырманға терең эмоциялық әсер қалдырады. Бұл шығарма адам жанының нәзік иірімдерін шебер көрсеткен туынды болып табылады.